Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда тағы да ерекше қайталанбас салат міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл салаттың жасау жолы қиын емес және өте пайдалы. Және менің каналымда бірнеше хит қайталанбас ерекше салаттар бар. Барлығын кіріп көрсеңіздер болады. Ал бастайық. Бізге қажеті бұл тауық еті. Тауық етін 4 бұрыштап тураймын. Қатты үлкен емес және де қатты кіші емес. Турағаннан кейін қара бұрыш, қызыл бұрыш және тұз себемін де оны қызып тұрған май піскенше қуырып аламын. Ол уақытқа дейін асқабақты духовкада 250 градуста жарты сағатта пісіріп алдым. Қатты езіліп кетпеу керек. Кішкене қатылау болғаны дұрыс. Қатты езіліп кетсе, асқабағыңыз пюре болып кетеді. 4 бұрыштап тураймыз. Келесі бізге қажеті ол брынза. Брынза бұл үй жағдайында жасалған брынза. Оны да 4 бұрыштап тураймын. Брынза жоқ болған жағдайда сыр фета қолдансаңыз болады. Орех және асқабақтың дәндерін қолданамын. Салатный листьяны осылай тарелкаға әдемілеп қоямын да, бетіне барлығын кезек-кезектен салып шығамын. Ең соңына бетіне асқабақ дәндерін және грецкий орехты сеуіп шығамын. Ал енді салаттың соусына келетін болсақ, ол да қарапайым. Ол үшін бізге лимон согы қажет. Лимон согын себемін. Одан кейін 1 қасық бал сеуіп шығамын. Керек болған жағдайда қара бұрыш сепсеңіз болады. Соңында әдемі болу үшін және де тәттірек дәм беру үшін бальзамический темный крем. Мінекей біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.